Егер сіздің басыңыз ауыратын болса, бас аурудың ең жиі кездесетін екі себебі бар. Біріншісі ол кернеулік бас ауруы, екіншісі ол бас сақинасы. Кернеулік бас ауруы көп жағдайда психоэмоциональ нагрузкадан кейін, бір ұзақ уақыт шаршап, ұйқыңыз дұрыс қанбай жұмыс жасаған кезде сіздің басыңыздың айналасындағы және желкенің тұсындағы бұлшықеттер тырысудың арқасында сіздің бас ауруы мүмкін. Кернеулік бас ауруда адам кішкене дем алып, режимін реттеген кезде бас ауру жеңілдейді. Екінші түрі ол мигрень немесе бас сақинасы. Ол кезде бастың көп жағдайда жарты бөлігі ауырады және де бұл тұқым қуалайтын ауру болып есептеледі. Мигреннің ерекшелігі жатып демалған кезде бас ауруы одан бетер күшейеді және импульсивті болады. Сіз егер басыңыз ауыратын болса, алдымен қай түр екенін анықтап алыңыз, содан кейін барып қана лечение жасайсыз. МРТ барлық бас ауру жағдайында қажет емес, сондықтан алдымен невропатологтың консультациясын алыңыз.